Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен салқын көже, яғни жүгеріден көже дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай жүгерілер қажет болады. Мен ақ және сары тұзын қолдандым. Жақсылап 3-4 рет шайып жуып аламыз. Су құйып, енді газге қоямыз. Бір қайнатып, жақсы қайнағаннан соң бір өшіріп 15 минутқа бетін жауып тұндырып қойып қоямыз. Тағы қайнатамыз, 15 минутқа өшіріп бұқтырып қойып қоямыз. Енді су тартылып осылай жұмсарған соң тұз саламыз. Татымына қарай қарап қоса бересіз, және де азғантай су құйып, тағы бір кішкене бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Жүгерілеріміз біздің өте жұмсақ болу қажет, жеп көресіздер. Жұмсақ болса дайын деген сөз. Енді қолдың айранымен өте керемет болып шығады қыздар. Қолдың айранына азғантай су құямыз, және де тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз шайқап, жаңағы піскен жүгерілерімізге қосатын боламыз. Осымен біздің салқын көжеміз дайын қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Әсіресе қолдың айранымен жасап көріңіздер. Біз күнде жасап қойып осылайынан ішеміз. Енді әсіресе жазда таптырмас сусын ғой, қысты күні енді көп адам жасай бермейді, бірақ біздің үйдегілер қатты жақсы көретіндіктен біз осылай жиі жасап қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.